Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздермен бірге мен Нұрбол Қалымбек. Біздің 100 долларлық челленджіміздің 4-ші выпускі басталды. Мінекей сіздермен келесі выпуск, 4-ші выпускымыз 100 долларлық челленджімізде қандай процесс болып жатыр, сонымен бөлісеміз. Және де бүгін мылтық атуға келдік. Мылтық атып демалып болғаннан кейін выпусктың аяғында сіздермен өте керемет жаңалықпен бөлісіміз келіп отыр. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, каналға жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Видеоларымыз жіберіп болмас үшін видеоны аса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. В общем, 200-де яу қалдық. Мен қолымнан келеді екен, сонымен ұнап тағадатын деп атық. Бұл жердің атауы Асанов Шутинг Клаб деп аталады. Бұл жерде Шавкат Рахмоновтың өзі осында келіп жаттығады екен. Жалпы UFC-де қалай төбелессе де, атыста да сондай мықты атады екен. Енді біз де осы жерде өзіміздің бағымызды сынап көріп жатырмыз. Естеріңізде болса, біз челленджімізді 50 мың теңгеден бастаған болатынбыз. Сонымен оны 2 аптаның ішінде 50 мың теңгенің үстінен таза 1 миллион теңге таза пайдаға жеткіздік Алланың қалауымен. Яғни 2000 доллар шотқа жеткіздік. Соның 100 доллар біздің өзіміздің салған ақшамыз болатын. И сол 100 долларды біле білсеңіздер, өткен 3-ші выпускымызда шығарып алдық. Яғни біз егерде үстіндегі пайдамызбен жасаймыз, оны жоғалтып алсақ та біз ештеңені жоғалтпаймыз деп. Содан кейін бізде понедельник күні рыноктың енді ашылған кезінде, сол күні бізде 1900 доллар қайтадан минус жасап алдық. Енді бұл жердегі себептерді, қателіктерді сіздерге бөліскім келіп отыр. Бұл жерде бізде біле білсеңіздер, бірінші выпусктан бастап айттық, біздегі риск өте жоғары болған. Соны қазір сіздерге бөліскім келіп отыр. Мінекей бізде мына шотымыз реал шот 168 794 037 деген номермен. Мінекей біздегі сол күнге жасалған сделкалар болды. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей общий бізде 1900 доллар минусқа кетті. Метадан көрсетсем де, мінекей мына жерде снятие 100 доллар деп көрсетіп тұр. Осы шотымыз болған болатын. Енді бұл жердегі қателік, ең басты қателік, сіздерге де бірінші постта айтып кеткен болатын, бұл риск болатын. Біздегі риск, мінекей бізде мына жерден қарасақ болады. Жаңағы настройканың ішіне қарайтын болсақ, бізде максимум leverage деген нәрсе бар. Бұл жерде мінекей бізде леверидждер таңдалады. Менде unlimited, яғни шексіз риск деген нәрсе таңдалып тұр. Осы нәрсе сіздің депозитіңіздің бірден жоғалып кетуіне өте үлкен әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Яғни бізде енді қарап тұрсаңыздар, 50 мың теңгеден 2 аптада 1 миллион жасау деген әрине өте керемет нәтиже. Бірақ та мына рискпен егер ары қарай жалғасатын болса, күндердің күнінде біз минусқа кетуге шансымыз көбірек еді. Сол себепті де біз сіздермен алдағы осы қазір атыс болғаннан кейін бір керемет жаңалықпен бөліскіміз келіп отыр. Соны соңына дейін қарап жіберіп алмаңыздар. Осы жаңағы левериджға байланысты, рискқа байланысты өте мықты ақпаратпен бөліскіміз келіп отыр. Сонымен бұл жерде енді біз көрдік, бір айдағы план болған бізде. Бір айда қандай нәтижеге жете аламыз деген. Сонымен нәтижеміз бір айда емес, 2 аптада 1 миллионға жеткіздік. Оны жоғалттық, бірақ та біз ешқандай шығында емеспіз. Өзіміздің ақшамызды шығарып алдық. Енді бұл жерде мен бұдан да көбірек ақшаны жоғалтып та көрдім, тауып та көрдім. Бұл жерде маған бұл ақшаны главный өзімнің жүрегіме қабылдап қойған жоқ. Неге? Өйткені адам басына білімі бар, тәжірибесі бар болатын болса, онда ол ақшаны одан кейін де таба алады. Яғни өзінің білімі мен тәжірибесін қолдана отырып та. Сондықтан сіздерге де бұндай не ұсынылмайды. Үлкен рискпен жасап, ақшаны жоғалту нормально деген нәрсе негізі болмайды. Главный рискті сақтап жасау керекпіз. Ал бұл маған тек тәжірибе ретінде сіздерге қанша таба алады екенімізді көрсету болған болатын. Сондықтан дальше кеттік. Мінекей біз офисқа келдік. Бағанағы айтқандай сіздермен өте керемет жаңалығымызбен бөліскіміз келіп тұр. Бірақ оған дейін біз бір нәрсені ескертуіміз келіп отыр. Енді біз бұл жерде трейдинг рискі жоғары екенін барлығыңыз білесіздер. Әрине, бірақ бұл өзіңізге байланысты да. Яғни біздегі осы 3 выпуск бойындағы 2 апта бойы жасалған сделкаларда өздеріңіз байқағандарыңыздай бірінші выпусктан бері айтып келе жатырмыз. Рискі өте жоғары болды. Ол соның арқасында да, риск жоғары болған арқасында да біз 100 долларды бірден
себепті 2 аптаның ішінде 1 миллионға жеткізе алдық. Әрине, плюс жаңағы анализіміз бар, көрініктеміз бар, соған байланысты. Ал егер де біз рынокты басқара алмаймыз, бір моментте рынокта қатты қозғалыс болып кеткен кезде, егер де осындай рискпен жасалына беретін болса, түптің түбінде сіз ақшаңызды жоғалтып қою шансыңыз бар да. Сол себепті де біз мынандай бір іске көшкіміз келіп жатыр, мынандай бір жаңа жоспар, жаңалық деп айтқымыз келіп отыр. $100 біз қайтадан уже бастағымыз келіп отыр. Ол қалай? Енді бізде бағанағы жасағанымыз не болды? Рискі шексіз болды. Шексіз, яғни сіз қанша объеммен ашсаңыз да, қанша лотпен ашсаңыз да өзіңіз білесіз. Ол жерде яғни жоғалтып қою шансыңыз тезірек болады да. Ал мына жердегі біздің левериджімізді уже түсірген болатынбыз. Қазір сіздерге мен өзімнің шотыма кіріп көрсеткім келіп отыр. Және де біз $100 уже жаңа шот аштық, сделканы бастадық, қазір сіздермен жоспармен бөлісемін, және алғашқы нәтижесін уже жасап бастап жатырмыз. Біз мынандай жоспармен жасағымыз келіп отыр. Енді бағана айттық қой, бізде алдыңғы тәжірибемізді 1 айға жоспарлағанбыз. Ол асығыс болды, яғни 1 айда қаншаға дейін максимально қысқа отырып жете алады екенбіз деп. Сонымен асығыстық болды, рисктің көбірегі болды. Сонымен біз жол ортадан осындай нәтижеге жете алдық, 1 миллион теңгеге, яғни 50 мыңнан 1 миллионға жетіп көрдік. Енді мен жалпы кез келген ұлы істер, яғни кез келген үлкен нәтижелер, үлкен жетістіктердің барлығы бірден бола салмаған. Оған мысал, кез келген жетістікке жеткен адамды алып қарасаңыз да, қаншама жылын, қаншама уақытын құртқан, қаншама энергиясын құртқан деген сияқты да. Кез келген мысалға бір құрылысты алсақ та, олдың өзі бірден салынбаған да. Тарих болып кәдімгідей, тарихқа енетіндей ұлы іс болып қалу үшін оған ұзақ уақыт кеткен, ұзақ еңбек кеткен, көп еңбек, көп тер кеткен деген сияқты да. Соған байланысты біз мынандай бір ұлы іске көшкелі жатырмыз. Енді бұл біреу үшін түк емес болуы мүмкін, бірақ та бұл нәрсені біз жасасақ, бұл нәрсені шабуыл ретінде қалыптастырып, бүкілін тәжірибесінің барлығы, өткен жолымыздың барлығын жинап алып келіп, адамдарға беретін болсақ, ол адамдарды қайталайтын болса, мен ойлаймын, елімізге өте үлкен пайдасын тигізе аламыз деп. Яғни әрбір бұл саладағы адамдарға бұл нәрсені қайталайтын болса, әр адам сонда жетістікке жете алатын болса, онда дейтін біз хотя бы еліміздің экономикасына 1% қойсын, өсуіне үлесін тигізе аламыз деп ойлаймын. Ол қалай? Әрине, бұл өте үлкен еңбекті, өте үлкен дисциплинаны, шыдамдылықты, нәпсімен күресті қажет етеді. Соны біз жеңіп шығып, осы 2025 жылдың жартысына дейін, яғни 6 ай бойы біз трейдинг саласындағы мынандай ұлы іс жасағымыз келіп жатыр. Ол қалай? Қайтадан біз $100 уже бастадық. Қазір сіздерге шоттан көрсетемін. Жаңағы леверидж жайлы, рискті қалай сақтауымыз керек, соған байланысты бүкілін шоттан дұрыстап көрсететін боламын, және де алғашқы уже сделкаларымызды жасап бастап кеткен болатынбыз. Сонымен нәтижесімен қазір бөлісеміз. Одан бұрын жоспармен айтып кетейін. Жоспар былай, $100 бастаймыз. Негізгі бастапқыда білесіздер, бірінші выпустан бастап біз аптасына 50% жасасақ, ол жақсы деп жоспарлаған болатынбыз да. Бірақ та біз 1 айға ғана жоспарлағандықтан 1 айда максимально рисковать ете отырып, қаншаға жете алатынымызды жасағанбыз. Бірақ та бұл жолы біз ондай қысқа уақытқа емес, осы 2025 жылдың 6 ай бойы 6 айға дейін жасап көрсек па деген жоспар құрып отырмыз. Ол қалай? Яғни аптасына 50% деп қойдық. Яғни мысалы $100 басталды ма, $50 үстінен, яғни 50%, $100-дың 50%-і $50 үстінен $50 қосылатын болса, онда уже болды. Бір сделкамен өттіңіз ба, болды, все. Сол апта бойы сделка жасамаймыз. Неге? Өйткені біз асығып кетеміз, ары қарай келесі аптаның, одан кейінгі аптаның нәтижесіне жеткіземіз дейміз да, асығып, сол шотқа жеткен нәтижемізді түсіріп алуымыз мүмкін да. Сондықтан дисциплина, бұл жерде трейдингте ең маңыздысы психология да. Сіз қанша жерде мықты трейдер болсаңыз да, психологияңызды басқара алмайтын болсаңыз, сіздің жетістікке жетуіңіз мүмкін емес деп айтуға болады. Яғни, бұл бізге психологиямыздың дұрыс болуына алып келеді. Яғни, мысалы $100 алдыңыз, осы аптада мысалы бір сделкадан дейік $50 көтеріп тастадыңыз, $150-ге жеткіздіңіз, болды. Жеткілікті, осы апта демаласыз, керек болса басқа шотпен жасай беріңіз, бірақ только ана шотқа тиіспейсіз. Енді қараңыз, былай, аптасына 50% деп есептейтін болсақ, мысалға $100, бірінші аптада $50 табу керек, 150 болады. Келесі $150-дың 50%, $75, оны қосасыз 225. Яғни сөйтіп, 3-ші апта, 4-ші апта, 5-ші апта деп кете береміз. Яғни бізде 1 айда 4 апта бар деп есептейтін болсақ, сонда біз 6 айға дейін тоқтамай рискті сақтап,
дисциплинамен, нәпсімен күресе отырып, барлық күшімізді салып, психологиямызды мықты ұстап жасайтын болсақ, 6 айдың ішінде біз өзіміздің трейдингтан $100 алғашқы $1 миллион жетуге мүмкіншілік бар екен. Әрине, қиял болып көруі мүмкін, жаңа қол жетпейтіндей болып көруі мүмкін, бірақ та бұны жасап көрген адамдар бар, тәжірибе жүзінде жасап көрген, көз жеткізіп көрген адамдар бар. Менің ойымша, мен енді осы уақытқа дейін 5-ші жылы уже трейдинг саласымен айналысудамын. Бұл жерде ондай нәтижеге жету мүмкін, бірақ та барлығы емес, бәр адам жете бермейді. Кім жетеді? Нәпсімен күресе алған, психологиясын басқара алған, ризикті сақтай алған, өз-өзін ұстап, дұрыс анализбен қуып кетпей, идеальный точкалардан кіріп шығып, полный өзіміздің 6 айымызды кемінде арнайтын болсақ, алғашқы $1 миллион дейтін, ол мен ойлаймын, бұл дейтін сіздің өміріңіздің соңына дейін жететін қаражат ретінде айтуға болады. Яғни сіз жарты жыл бойы өзіңізді ұстап, қинап, осы нәтижеге жету үшін бар күшіңізді саласыз, зато қалған өміріңізді қаржылай еркін болып өмір сүруге мүмкіншілігіңіз болады. Енді қараңыз, аптасына 50% деп есептейтін болсақ, бізде уже 24 апта болады екен. 24-ші аптада біздегі нәтижеміз $1,683,413 болады екен. Енді бізде оған дейін емес, хотя бы біз $1 миллион жеткізетін болсақ, онда полный оған дейінгі жеткен жолымыз бар ғой. Яғни мен уже бастап жатырмын. Әр аптадағы сделкаларды кәдімгідей стоп-лоссын рискі сақталып қойылып, идеальный анализбен, четкий анализбен и кіру точкаларының барлығын полный мен журналға жазып жатырмын. Яғни журнал деген қалай? Трейдердің күнделігі да. Мысалға, міне, мына жерден сделкаға кірдім, Лондон сессиясында кірдім, қандай подтверждение, қандай таймфреймде кірдіңіз, қандай психология жағынан, қандай эмоциональный жағдайлар болды, и трейдинг вьюдағы мысалға кіру точкасы, анализі барлығы көрсетілген ссылканы қойып қоясыз. Өткен, яғни сіз 1 жылдан кейін де оны қарау арқылы өзіңіздің сделкаңыздың қалай жасағанын көре алу үшін полный сделкалардың барлығын четкий анализімен қосып журналға енгізіп жатырмыз, және де әр сделкаға разбор қылып сабақ түсіріп жатырмыз. Сөйтіп 6 ай бойы осы $100-дан $1 миллион жеткен бүкіл тәжірибеміз, бүкіл сделкамыз, бүкіл жинаған, қолданған стратегиямызды барлығын жинап алып келіп, біз өзіміздің студенттерімізге бергіміз келіп отыр. Ол үшін біз 6 ай өзімізді ұстап, нәпсімізбен күресіп, бүкіл күшімізді салып, психологиямызды ұстап, былайша айтқан кезде 6 ай соған арнағымыз келіп отыр. И оны ол жердегі жеткен бүкіл қолданылған стратегия анализдің барлығын шаблон қылып қалыптастырамыз, и сабақтардың барлығын түсіріледі, соның барлығын жинап алып келіп, бір адамға беретін болса, и ол адам тура солай біздегідей бүкіл жаңағы, бұның өзінде қараңыз, стратегияның өзі бөлек продукттер ретінде қарауға болады. И плюс сол жердегі қолданған психологияның өзі бөлек, ол жерде қолданған дисциплинаның өзі бөлек, ол жерде қолданған риск менеджменттің өзі бөлек. Қараңыз, барлығын идеальный жасап алып кеп, жинап, егер де осы нәтижеге Алла қаласа жететін болсақ, онда дейтін бұны просто адамдар қайталайтын болса, көбісі не істейді трейдингте? Асығып болмайтын жерден кіріп кетеді, рискті сақтамай кіріп кетеді. Ал егер де тура сол бойынша, сол жердегі стратегиямен, сол жердегі тұрақтылықпен, сол жердегі психологиямен, сол жердегі риск менеджментпен бірге бір қайталап жасайтын болса, $1 миллион емес, хотя бы $100-дан алғашқы $1000 жетсе, алғашқы $10,000 жетсе, алғашқы $100,000 жетсе, ол дейтін өте үлкен жетістік болады біздің еліміз үшін. Яғни ұлы іс деп айтқанымыз не? Осы 6 ай бойы өзімізді сол үшін қинап, бүкіл күшімізді салып жасаймыз, зато сол қалыптасқан шаблонмен адамдарға оларды сол шаблонды беру арқылы сол адамдардың табыс табуына, сол адамдардың үлкен жетістікке жетіп, қаржылай еркін болуына біз себепші бола аламыз деген үміттемін. Яғни ғалымдар өздерінің бір проектін жасау үшін қаншама жылдарын арнайды, 10 жыл, 20 жылын арнайды, тіпті өмір бақи сол проект үшін өліп кететін ғалымдар бар да, бірақ ол проекті адамзаттың арғарай дамуына, арғарай өсуіне қаншама пайдасын тигізеді. Бізде солай жасағымыз келіп жатыр. Біздікі әрине бір 10 жыл, 20 жыл емес, бір хотя бы 6 айымызды бар күшімізді салып жасап көретін болсақ, соны адамдар қайталайтын болса, мен ойлаймын, бұл дейтін еліміз үшін, еліміздің экономикасы үшін, әр отбасы үшін, оның қаржылай еркіні болу үшін, жақсы өмір сүру үшін үлкен пайдасын тигізе аламыз деген үміттемін. Сондықтан бізге сәттілік тілеңіз, бізге комментарийда қолдау білдіріңіз, және де бұл жердегі ең басты мақсат нәтижеден бұрын соның жеткен жолындағы қалыптасқан тәжірибе, жолындағы қалыптасқан стратегия, жолындағы қалыптасқан тұрақтылық, психология, осының барлығы трейдер үшін өте маңызды.
бұны біз соңына дейін жасап, бұны трейдер боламын деген нағыз адамдарға беретін болсақ, олар үшін үлкен көмек бола алады деп ойлаймын. Сондықтан сәттілік тілеңіздер, Алла қаласа 6 айдан кейін осы нәтижені көруге Алла нәсіп етсін. Так, енді мінекей біз жаңағы өзіміздің айтқан мақсатымыз бойынша алғашқы өзіміздің шотымызды ашып, алғашқы сделкаларымызды жасап бастадық. Мінекей бізде реал шотымыз $100 басталған. Мынау алдыңғысы нөлге түсіп қалған шот. Мынау астындағы $100 деген. Мінекей $227 болып тұрған. Біз осы ұлы іс барысындағы бисмилля деп бастаған шотымыз осы $227 болып тұр. Оны мінекей біз осы аптаның басында сделка жасап бастағанбыз. Ақшаны алғаш біз салдық. Осы айдың 16-сы салдық сағат таңғы кезде. Мінекей $100 Binance'тан аударылған болатын. И осы апта бізде алғашқы сделка EURUSD-ден болған болатын. 50-де 40 $, яғни $100 үстінен біз осы аптадағы мақсат не болды? 50% жасау керек болатын, яғни $50 жасау керек болатын. Сөйтіп осы аптадағы план полный аяқталды. И жұма күні мен уже келесі аптаға дайындық жасай бастадым да, идеальный кіру нүктесі мінекей бізде экранда да көрініп тұр. Идеальный кіру нүктесі болғандықтан мен сделкаға кірдім. Стоп-лоссты мен риск сақтап қойдым. Яғни алдында мен сіздерге көрсетейін. Мына жерде не біздің шотымыз. Мына жерде настройка кіретін болсақ, не максимум leverage деп тұр. Бізде бағанаға көрсеттім ғой, біз атуға барған кезде көрсеткендей, бізде шексіз болып тұрған жоқ leverage. Бұнда 1/200 болып тұр. 1/200 деген, яғни $1 салсаңыз, $200 сізге торговать етуге брокер мүмкіншілік береді. Ал шексіз деген ол дейтін, сіз шексіз рисковать ете аласыз деген сөз. Бұл дейтін, біз алдында сомен жасалған болатын, соның кесірінен біз бір моментте ақшамызды жоғалтып қоюға әкеп соқты да. Сондықтан біз мына жерде 1/200-ге қойдық. Біз қанша рисковать етейік десе де бізге брокер сделка аштырмайды, максимальный өзінің беретін ғана мүмкіншілігін ғана береді. Ары қарай сделка аша алмаймыз деген сөз да. И мінекей бастадық. 16-сы күні алғашқы сделкамыз жасалды, алғашқы неміз басталды. И сол күні жұма күні жасалған, 12-ші айдың 20-сы жасалған. EURUSD сол күні жасалған сделкамыз алғашқы апталық цель орындалды. Орындалып болғаннан кейін жұма күні міне тағы айтамын, идеальный точка көргеннен кейін уже келесі аптаның целіне ақырындап сделка қарастыра бастаған болатын. Сөйтіп идеальный точканы көріп кірдім. И мына жерден стоп-лоссты $25 қойдым, take profitті $75 қойдым. Яғни 1-ге 3 жұмыс жасадық. Мен $25 жоғалтсам да, егер де мына сделка минусқа кетіп қалған жағдайда да мен $150-дан только $25 ғана жоғалтатын едім. Бұл ненің арқасында? Бұл рискті сақтаған арқасында. Егер де мен рискті сақтамаған болсам, онда жаңағы $150-дың бір тіпті $100-ын жоғалтып қоюым әбден мүмкін еді. Сондықтан біз риск сақтап, кәдімгі идеальный точкада кіріп көрдік. И сонымен мінекей take profitпен жабылды $75. Яғни қараңыздар, $100 бірінші аптаның целі $100-дан $150-ге жеткізу. Енді келесі аптаға целіміз бізде қанша болып еді? $225-ға жеткізу керек болатын. Қазір шотта мінекей $227. Мінекей бізде мына жерден көрсеңіздер де болады. Мінекей USD пивотын ашылған, шотымызда $227, яғни біздің 2 апталық уже келесі аптадағы целіміз орындалды. Келесі апта біз сделка қарастырмауымыз да мүмкін. Неге? Өйткені біздегі дисциплина, тұрақтылық, психологияны сақтау үшін. Келесі апта оның үстіне бізде жаңа жыл басталып кетеді. Рождество болады Америкада, дұрыс қозғалыстар болмауы мүмкін. Сондықтан мүлдем сделка болмауы да әбден мүмкін. Осылай біз құнығып кетпей, рискті сақтап, чисто идеальный точкалардан кіріп, психологияны тұрақты ұстайтын болсақ, Алла қаласа осымен жасай береміз. Сөйтіп 6 ай бойы сіздермен әр апта сайын бөлісетін боламыз. И бұл жерде біздегі мақсат не? Мақсат осылай тұрақты түрде жетуін көрсету. Яғни біз алдыңғыда тез жетуді көрсеттік қой. Ол жерде әрине бір күні риск сақтамағандықтан жоғалтып қою шансыңыз көбірек еді. Ал бұл жылы біз рискті сақтау арқылы идеальный дұрыс жасауды көрсетеміз. И әр апта сайын сіздермен нәтижесін бөлісетін боламыз. Және де қалай жасалып жатқанның барлығын журналға жазылып жатыр, әр сделкаға разборлар жасалып жатыр, оның барлығы сабаққа түсіріліп жатыр, оны алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Және де бізде осы челлендждің ары қарай жалғасуы үшін сіздердің әрине қолдауларыңыз керек. Сондықтан комментарийға өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.